Сәлеметсіздер ме оқушылар? 6 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Олимпиада ойындары және тілдік бағдарымыз етістік және оның түрлері. Оқу мақсаты әлеуметтік мәдени, ресми іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі нұсқаулық, өмірбаян, көтерілген мәселені талдау. Ендеше оқушылар, мына бір бейне жазбаға назар аударамыз. Олимпиада ойындарына қатысу мүмкіндігі барлық мемлекеттерге бірдей бұйыра бермей, өзінің сан жылдық тарихи болмысына қарамастан, көптеген елдерге әлі де тарих сахнасында із қалдыру арман қалпында қалуда. Қатысуға соғыс, саяси және экономикалық тұрақсыздық, табиғи жағдайлар мен апаттар және тағы да басқа себептер кедергі болуы мүмкін. Алайда мұндай халықаралық шараға қатысуға арқау болатын басты фактор ол мемлекеттің нақты қадамдары мен халықтың күш-жігері. Біздің мемлекеттің халқы өзгеше рух пен қуатқа ие. Тарихи даму сатысының саяси экономикалық қиыншылықтарына қарамастан, Қазақстан әлемнің артта қалған дамушы елдері қатарынан сытылып шықты. Бүгінде дүние жүзі елімізді дамудың жаңа кезеңіне батыл қадам басқан, өзіндік бірегейлігі мен жетістіктері бар мемлекет ретінде таниды. Олимпиадалық қауымдастық құрамынан да Қазақстан басымдылық танытуда. Біз әуел бастан әлеуеті жоғары, көшбасшылыққа бейім мемлекет ретінде жетекші елдер қатарынан табылдық және болашақта да бұл көрініс өз қалпын жоғалтпайды деп айта аламыз. Бірлік пен құндылықтарды қадірлеп, сондай-ақ спорт пен салауатты өмір салтын сақтауға еліміз ерекше көңіл бөледі. Оның дәлелі спортшыларымыздың әлемдегі айтулы жетістіктері. Әлемдік тәжірибеге көз жүгіртсек, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары қазақстандық спортшылардың Олимпиада ойындарына қатысуы барлық қарсыластар мен сыншылардың назарында болғаны белгілі. Біздің алғыр спортшылар, еліміздің ең үздік ұлдары мен қыздары бәсекелестікте оза шауып, Қазақстан атты жас мемлекеттің ең алғашқы жүлделі медальдарын сыйлады. Артаев, Елеусінов, Баландин, Ибраимов, Рахимов, Винокуров, Мельниченко, Сәрсекбаев, Жиров, Парыгин, Саттарханов, Рыпакова, Смирнов, Шишигина, Сәпиев. Бұл спорт олимпінің шыңына жетіп, Қазақстанның әлемдік мақтанышына айналған қаһармандары. Тұңғыш президенттің спорт саласындағы ел статусын көтеруге бағытталған саясаты мен халықтың сенімі бүгінгі олимпиадалық жеңістер тізбегінің пайда болуына ықпал етті. Бейне жазбаны көріп болсаңыздар, оқушылар, мына ой түрткі сұрақтарына жауап беріңіздер. Спортпен шұғылданатын адамдарда қандай қасиеттері болады? Спорттың денсаулыққа зиян келтіретін тұстары бар ма? Келесі тапсырма оқулығымыздың 128 бетіндегі 3-ші тапсырмаға назар аударамыз. Суреттегі оқиғаларды өзара байланыстырып сөйлем құра, не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап ізде. Іс-қимылды, әрекетті сипатта. Оқушылар, біздің бүгінгі тілдік бағдарымыз етістік және оның түрлері. Ендеше бейне жазбаға назар аударамыз. Иә, мен етістікті білем. Олар қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздер. Етістікке не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Иә, дұрыс айтасың. Дана, есіңде болсын. Шықылықтайды, кетті, сыпырады деген сияқты бір сөзден тұратын етістіктерді дара етістік, шықылықтап жүр, кетіп бара жатыр, сыпырып жүр деген сияқты екі немесе одан да көп сөзден құралған етістіктерді күрделі етістік деп атайды. Вики үріп жатыр, күрделі етістік. Қайталайық. Дара және күрделі етістік. Етістік дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістіктер бір сөзден тұрады, ал күрделі етістіктер екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, түсіп қалды, түсті, домалап кетті. Мен мектептен келдім. Вики, бүгін саған не үйрететінді білсең ғой. Білгің келіп бара ма? Қазір. Ол үшін сен менің сөмкемді аш.
Жарайсың. Енді оның ішіндегі дорбаны ал. Дұрыс. Маған бер. Өзің отыр. Тақтаға қара. Қара. Аш ал бер, отыр, қара. Бұлардың бәрі етістік деп аталады. Себебі олар қимылды, іс-әрекетті білдіреді. Етістіктің сұрақтарын білесің бе? Иә, дұрыс. Не істеді? Не қылды? Қайтты деп айтқың келді ғой. Жақсы. Менің мына жазғандарымның бәрі де түбір етістіктер. Яғни бұл сөздер түбір күйінде қимылды, іс-әрекетті білдіріп, не істеді деген сұраққа жауап береді. Бұларды негізгі етістіктер деп атаймыз. Кел, мына түбірлер мен жұрнақтардан туынды етістіктер жасайық. Туынды етістіктер. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ой деген зат есім. Оған ла жұрнағы жалғанғанда, ойла деген туынды етістік пайда болады. Мынау шеге. Оған ле жұрнағын жалғасақ, шегеле деген туынды етістік жасауға болады. Сондай-ақ би, биле. Арқа, арқала. Арман, арманда. Баға, бағала деген туынды етістіктерге айналады. Тілдік бағдармен таныс болсақ, оқушылар ендеше тапсырмалар орындаймыз. Оқулығымыздың 130-шы бетіндегі 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. Берілген сөздердің қайсысы етістік, қайсысы туынды етістік екенін анықтаңыздар. Келесі тапсырма семантикалық карта, етістіктер беріліп тұр, дара не күрделі екенін ажыратып жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.